Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Айгерім үй жағдайында пеште пісірілетін тауық аяқтарының жасалу жолын үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге тауық аяқтар қажет болатын болады. Тауық аяқтарын жақсылап жуып, тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін бізге картоп, сәбіз, пияз қажет болады. Картоп, сәбіз, пиязды да бөліктерге бөліп, жуып, тазалап алатын боламыз. Және де бізге осындай дәмдеуіш қажет болатын болады. Бұл дәмдеуіштің жоғарғы жағында арнайы өзінің пакетигі болады. Пакетигін алып ашып алатын боламыз. Мен бұл рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Әр отбасы өзінің отбасына лайықты қылып жасаса болады. Аз адам болса аз етіп, көп адам болса, отбасы саны көп болатын болса көп етіп. Менде отбасы саны 2 ғана болғандықтан 2 адамға ғана лайықты қылып жасадым. Салапанын жақсылап ашып дайындап алдым. Содан кейін ең астыңғы бөлігіне мен картопты салып жайғастыратын боламын. Азын-аулақ картопымызды салып жайғастырдым. Одан кейін оның үстіне туралған сәбізімізді салып жайғастырып алдым. Және де оның ортаңғы бөлігі үстіне мен туралған тауық аяқтарын салып жайғастырдым. Тауық аяқтарын салып жайғастырып алдым. Және де оның үстіне картопымызды, сәбізімізді, және де ең жоғарғы бөлігіне картопымызды салып алдым. Картопымызды жақсылап салып алғаннан кейін оның жоғарғы бөлігіне пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды майдалап салып аламыз. Пиязымызды осылай майдалап салып алғаннан кейін енді кезек дәмдеуіштерге келді. Дәмдеуіштерімізді дайындап алатын боламыз. Дәмдеуіштерден бізге тұз бен тәтті бұрыш және өзінің арнайы қоспасы қажет болатын болады. Тәтті бұрышымыз бізге өң беріп, дәмінде кіргізетін болады. Және де тұзды керегінше қолдансаңыздар болады. Осылай мен тәтті бұрыш пен тұзды сеуіп алдым ең алдымен. Одан кейін өзінің қоспасын қостым. Осылай қоспамызды алдымен ашып аламыз. Жақсылап ашып алғаннан кейін ішіне салып жайғастыратын боламыз. Ішіне салып жайғастырып алдым. Енді мен аузын буып алатын боламын. Ең алдымен араластыру үшін мен өзін алдымен қолыммен ұстап тұрып араластырып алдым. Өзінің арнайы буғышын алып тұрып жақсылап араластырып алатын боламыз. Себебі дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, жақсылап араласып тұру қажет. Және де бұны пісірерден алдын, жарты сағат алдын, 25-30 минут алдын дайындап қойсаңыздар, дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, керемет болып тұратын болады. Мен жақсылап араластырып алдым. Енді өзінің арнайы буғышымен аузын буып алатын боламыз. Буғышымен арнайы өзін аузын буып дайындап алдым. Енді пеште 180-200 градуста салып пісіріп алдым. Дәмі керемет шыққан, иісі де керемет. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.